Ал бірақ бірінші әйелді өлтірген дәл осы адам екеніне ол 100% сенімді. Осы кезде детектив пен адвокат жай бірге жұмыс жасап бастайды. Амал қалмаған адвокат соңында күдіктіге ең бірінші жасаған қылмысын мойындау керек екенін айтады. Сол кезде ол ешқандай жаза алмайтынын айтады. Кейін дәл осы күдікті өз шешесін өлтіргені белгілі болады. Осы кезде екінші өлген әйелді адвокат әкесінің сотталу кезінде көргені есіне түседі. Осыдан бастап ол әкесінің ісіне жақсылап кірісіп бастайды. Содан ол әкесінің сотындағы суреті табылады. Әрине оны журналист қыз тауып береді. Құрбысы өзі қорғап жүрген жігіт жай адам емес. Ол да адвокаттың әкесінің сотта болғаны анықталады. Адвокат оның қорғаушысы болудан бас тартқан еді, бірақ күдікті егер қайта адвокаты болса, әкесі туралы шындықты айтып беруіне уәде береді. Солай ол қайтадан оның адвокатына айналады. Ал осы кезде хатшы әйелдің шындығы ашыла бастайды. Ол адвокаттың қасында жайдан жүрген жоқ. Кезінде оның ұлының жүрегі дәл осы адвокатқа салынған. Ол сондай-ақ жүректі ауыстыру бойынша операцияға қатысқан. Онымен олардың бір-біріне қатысы бар, шындық бітпейді. Бұл жалғасын табады. Оны кейінірек айтып беремін. Детектив те адвокаттың әкесінің ісіне қызыға бастайды. Сол кезде оны тұтқындаған басқа емес дәл өзі екенін біледі. Осы екеуі, детектив пен адвокат, толықтай бірігеді. Енді олардың бар мақсаты адвокаттың әкесін құтқарып қана қоймай, оның артында кім тұрғанын анықтау. Осы сәтте журналист әкесінің жай өлмегенін, прокурор жігіт екеуі бірігіп үлкен істі ашпақ болғандарын біледі. Прокурордың анасының кім екенін біліп, ол адвокаттың хатшысы екенін біледі, яғни қасында жүрген әйел екен. Бұл жерде анау жерде детектив пен адвокат біріксе, бұл жерде дәл осы журналист пен әйел екеуі бірігіп бұл істі ашуға тырысатын болады. Бұрынғы іске қатысы бар Чогитак деген жігітті іздеп жүреді, таппай қояды. Ол тіпті базада жоқ. Сол кезде оның басқа адаммен атын ауыстырып өмір сүріп жүргенін біледі. Дәл осы Чогитак адвокаттың кеңсесіне келіп, тіпті оған ескерту жасап кетеді. Соңында түрмеге отырған күдікті адвокатқа хабарласып шындықты айтпақ болады. Бірақ Чогитак оны асып тастайды. Бірақ түрме қызметкерлері келіп оны құтқарады. Ол жігіт әрине өлмесе де ауыр жағдайда жатады. Адвокат пен детектив Чогитактың кім екенін анықтайды. Жай шындық ашыла бастайды. Барлық адамдардың әскерге, тіпті президент әкімшіліге қатысы бар екені белгілі болады. Осы кезде бізге өте күдікті, өте ашуланшақ, депутаттыққа үміткер адамды көрсетеді. Ол жай адам емес, бұрынғы президенттің туысы. Одан кейін бізге тағы бір кейіпкерді көрсетеді. Ол шетелден бір әйел келіп жетеді. Оның да осы күрделі іске қатысы бары әрине анық. Осы сәтте Чогитактың ізіне түскен детектив пышақталып қалып, ол да ауруханаға түсіп қалады. Ал хатшы әйел болса, қайтыс болған прокурор ұлының атқамінерлердің пара алу ісін тексеріп жүргенде, жемқорлық ісін тергеп жүрген кезде қайтыс болғанын біледі. Чогитактың үйінен қайтыс болған прокурордың фотоаппараты табылып, оның анасы, яғни хатшы әйелге ол табысталады. Чогитак бірге жұмыс жасаған адаммен кездеседі. Ол кінәні өз мойнына алмайтынын, қолында айғақ барын айтады. Сол кезде барлық істерге қатысы бар саясаткердің хатшысы оны пышақтап кетеді. Чогитак әрине тірі қалады, бірақ ол ештеңе айтпайтынын, білмейтінін айтады. Сол кезде оның адвокаты келеді. Ол бұрынғы прокурор. Адвокаттың әкесінің ісін қолға алып, тіпті детективтерге істі бітіртпей бірден өзіне алған адам еді. Ол қазір енді адвокат, ал сайлауға қатысып жатқан адам, яғни Баксиган сайлауда жеңіске жетеді. Чогитактың адвокаты Чогитакқа барлық кінәні өз мойнына алуға кеңес береді, әйтпесе жағдай қиын болатынын айтады. Расымен солай болып шығады, оның қарындасын түрмеде өлтіріп кетеді. Ол адвокатқа тек бұйрық орындағанын айтады. Содан ол адвокатқа үйінде дәлел жасырынып тұрғанын айтады. Қай адвокат? Бұл әрине Чхве Дохён болатын. Адвокат оның үйіне барып флешканы табады. Ол жерде 10 жыл бұрын болған қылмыстағы суреттер табылады. Осы кезде Чогитак адвокатқа бұл іске қатысы бар адамдардың бірін атайды. Детектив оның үйіне барғанмен де оны таба алмайды. Чогитак өзіне келгеннен кейін әрине түрмеге қамалады, ал осы сәтте бас прокурор бұрынғы сәтін есіне түсіреді. Ол өзінің әріптесі әрі досы кезінде қайтыс болған прокурормен әңгімені есіне түсіреді. Ол пара алған адам өлтіруге дайын саясаткерлермен бірге жұмыс жасайды. Прокурорда айтқанынан қайтаруға тырысқан еді, бірақ мерт болған прокурор өз айтқанынан қайтпаған еді. Сонымен Чогитактың соты басталады. Оның адвокаты әрине Чхве Дохён. Ол сот кезінде тек
бұйрық орындаған, бұйрықты тапсырған Хван Кеси екенін айтады. Екеуі бірге әскерде әріптес болғанын айтады. Хван Кеси жасырынып отырады, өйткені оның басшылары оған сондай бұйрық береді. Оны өз бастығы өлтіруге бұйрық беріп, бірақ оны шетелден келген әйел құтқарып қалады. Чхве Дохён әкесінің ісін ашу үшін кезіндегі әкесінің басшысымен кездеседі. Ол одан Хван Кеси туралы сұрақ қояды. Дәл осы сәтте адвокаттың әкесіне хабар келеді. Ұлын қоймаса, ол өледі деген. Сол кезде 10 жылда алғаш рет әкесі ұлымен кездесуге өз ұсыныс айтады. Әкесі ұлына оның ісін қайта қараудың қажет жоқ екенін айтып тоқтатуын сұрайды. Осы кезде журналист депутатпен кездеседі. Депутат журналист қызға әкесі мен досына бір жүрек керек болды, ал әкесі қалайша қайтыс болды деп сұрақ қояды. Журналист қыз бұған ойланып қалады. Ал түрмедегі Чогитак болса, адвокатқа Чхве Дохёнға оны құтқарған өз екенін айтады. Журналист қыздың әкесін осы адвокат үшін өлтірген, оған бұйырған осы Чхве Дохённың әкесі екенін айтады. Кейін адвокаттың әкесін түрмеде пышақтап кетеді. Чогитактың соты жалғасады. Сол сәтте сотқа Хван Кеси келеді. Өлген әйелді өлтіруге бұйрық берген өз екенін айтады. Ал оған да бұйрық келгенін айтты. Ал оған бұйрық төраға, яғни адвокаттың әкесінің кезіндегі басшысы екенін айтады. Шетелден келген әйел Джеймисон адвокатқа оның әкесі қылмыскер емес екенін айтады. Ол жерде депутат Пак Сиган болды ма деп сұрайды. Әйел әлі кездесеміз деп қана жауап береді. Төраға болса детективтің сұрақтарына жауап беріп бастайды. Оның адвокаты бұрынғы прокурор. Әрине ол тергеуде ұзақ отырмай босап шығады. Джеймисон адвокатқа 10 жыл бұрын болған шындықты білгіңіз келе ме деп хабарласады. Мекен жай жібереді. Жалғыз өзі келу керек, әйтпесе ештеңе айтпайтынын айтады. Көп ұзамай детектив қылмыс болған жерге барады. Барса, Джеймисон өліп жатыр. Ал адвокаттың қолында тапанша. Детектив адвокат Чхве Дохёнға оның өлтірген ол емес, шындықты айтуға кеңес береді. Бірақ ол одан бас тартады. Ал ауруханада осы сәтте адвокаттың әкесі оянады. Осы сәтте темір торда отырған адвокат қолына әкесінің суретін алады. Ол жерде қылмысты мойында, әйтпесе әкең өледі деп жазылған. Осы кезде әйелдің ішіндегі оқпен адвокаттың қаны тексеріледі. Оны өлтірген адвокат емес екен белгілі болады. Детектив оны адвокатқа жеткізеді. Осы кезде детектив 10 жыл бұрынғы адвокаттың әкесінің анализін табады. Анализ бойынша Чхве Дохённың әкесі болмай шығады. Бірақ ол әлі де дәлел емес. Олар енді дәлел іздеуге көшеді. Әрине, соңында барлық шындық ашылады. Негізгі солдатты өлтірген депутат Пак Сиган. Оны неге өлтірді? Өйткені олар әскерге байланысты есепті қолдан жасағысы келеді. Ал солдат одан бас тартады. Осы сәтте жынданған депутат оны атып салады. Бәрін шешеміз бар деп оны жібере салады. Сол жерде екі саясаткер оқ тисе де тірі жатқан солдатты бәрі-бірден атып салады. Сол кезде адвокаттың әкесіне осы кінәні өз мойнына алсаң, ұлың аман қалады, жүрегі ауысады дейді. Ұлы үшін ол кінәні өз мойнына алған еді. Соңында саясаткердің бірі өзіне қол салады, ал екіншісі және депутат сотталады. Дәл осы істе Чхве Дохён прокурор болады. Сұрайсыздар ғой, қалайша ол адвокат деді қой деп. Ол прокурор болып кетеді. Бұл дорама. Әкесі ақталғаннан кейін ол прокурорға айналады, сонымен дорама бітеді. Дорама жалпы жақсы, детектив жанрындағы дорамалар маған өте қатты ұнайды. Бұл дорамада жаман емес, енді кейбір келіспейтін жерлерім бар, әрине, мысалы тергеуде отырып адвокатпен бірге басқа жаққа кетіп қалады деген сияқты жерлер бар. Енді кішкене қисынға келмейді, дегенмен де жақсы дорама. Маған ұнады, 10-нан 8 деген баға беремін. Бұл дорама жай ғана қылмыс туралы емес, бұл ақиқаттың ауырлығы. Егер сізге терең мағыналы, логикаға құрылған дорамалар ұнайтын болса, міндетті түрде көріңіз. Ли Джун Хо енді осы рөл арқылы маған өте қатты ұнады, нағыз актер екенін дәлелдеді. Егер дораманы көрген болсаңыз, пікірде ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Жақында тағы да дорамаларға шолу болады. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған мен Дорамшы Хай.